Мынау біздің ауламыз. Қойлар шығып кетті. Қойлар шығып кетті. Қайыққа баратқандарын өздері біледі. Мынау жазда тұратын жер. Қойларды айдап кірейік. Өздері кіреді. Ыңғайлап жүрсем болады. Бұларға да кішкентай мереке ғой. Көңіл көтеру, сыртқа шығып кетеді. Болмасын адамдар да сыртқа шыққым келеді ғой кішкентай. Мынау сол қорамыз. Ракушектен салынған, пенопластпен қапталған сыртына. Мына жақта кіріп алып тастадық. Кезінде бізде тауықтар болыпты. Сол кезде тауықтар мына пенопласт шұқып тастағаннан кейін осындай профилистерді қатырып қойдық астында осылай. Мына жер енді жаздық. Жазда тұрады малдар. Осы жер ақыр міне. Мына жерлер байлап қоямыз. Мыналар қазір қойлардың күндіз жем жеп жүрген жері. Ар жақта енді ықтасын. Сиырлар мында тұрады. Төбеде көбінесе мата, кордон сондайлар салып тастадық. Былай жылы. Осы біздің қорамыз. Это наш родильный комната. Мыналар әлсіз қойлар. Бөлек жем беріліп, бөлек күтіліп тұрған қойлар. Мынау ана төбел күзде туып келді. Артында қозы тұр, қоңыр қозы. Мынау жазда туған қозы. Мынау соның енесі. Жағдайлары төмен, сосын бөлек бағып жатыр бұлар. Ал мынау біздің кішкентай қозымыз кеше туған. Бүгін туған, бүгін туды. 23 желтоқсан 1920. Ой, 1922 жыл. Кішкентай қозы. Енді бұның енесі үлкен. 2-3 туған қой ғой. Қатты күтім керек емес. Жаңа алмай қалу деген сияқты проблемалар болмайды. Төтуі. Мынау біздің жем, ішіне жем толтырып қоямыз. Мына жақта кезінде бұғылақтырамыз деп орын тастап кеткенбіз ғой. Оны енді бұқты басқа шағалдар төгіп жүріп, басқа жаққа кетіп қалып бұқты өткен жер. Мынау баспақ. Мынау үркекті жүріп енді осылай. Мына жағы енді ересек қойлар. Қой енді биыл аз. Ертең қыста бұдан да азаяды. Шамалы қойлар енді. Ана өткенде бәріне свет істеп қойған, мұнда бәрінде свет бар. Мына жағы енді суық қора ғой, қойға қатты ыстық қора керек емес. Бұлар суықта тұрғаны жақсы. Қатты суық емес енді орташа. Ақ болып тұрса қойлар тұра береді. Мына қойлармен қартайды әбден. Ең бірінші басып алған кездегі қойлар осы ғой. Соңына қойып қартайды бұлар. Мына жақта да свет бар. Бұлар сиырлар тұратын суық қора. Енді бәйік сиырлар үшін салқындау болады. Сондықтан сиырлар мына іште. Мына есік ашық тұр енді. Қазір жылы ғой дала. Сондықтан ашық қалдырып қойды. Астарына ағаш төселген. Как положено. Ұрғашы баспақ. Анда өліп қала жазады бұл. Мына ақыртың ішіне түсіп кеткен. Сондықтан өзім байрап қойдық сол үшін. Ар жақта қойлар, мына жақта есік, мына жақтан айналып та келуге болады. Мына жақта қойлар тұр.
Мынау енді талдыға қарау. Жазда тұрады. Жазда осыны мықтап тұрып, бұяқта да свет бар. Жарық қылдырайын. Ақырлар. Күндіз осақтан жем жейді қойлар. Сол, енді аққотымын жасап болдық. Бәрі нормально. Светті сөндіреміз, мұнда свет бар. Мынаған прожектор орнатып қойған ғой. Көріне ме, көрінбей ме? Осында прожектор. Жап-жарық іштей. Осы